Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оңтүстік өңірінің тағамы нан салманың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Кейбір өңірлерде майқамыр, аймаш деп атап жатады. Қалай аталса да, бұл өте дәмді әрі тойымды тағам. Ең алдымен бізге қара кесек ет қажет болады. Етімізді алдымен бөліктерге бөліп турап аламыз. Кез келген жылқы, сиыр, қой етінен әзірлесеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Келесі кезекте бір бас дана пиязымызды осылай ұзынша етіп, оны да турап аламыз. Барлық құрамына қосылатын көкөністерді осылай рет-ретімен сәбізімізді де өз қалаған формаларыңызда турап алсаңыздар болады. Мен осылай барлық көкөністі, яғни сәбізді де, картопты да төрт бұрышты формада бір келкі етіп турап дайындап алдым. Дәл осы ретпен алдын ала қызып тұрған табамызға жуып алған етімізді салып, осылай суы тартылып, түбінде тек май қалатындай жақсылап қуырып аламыз. Қуырылған етіміздің үстінен пияз бен сарымсағымызды да салып, қатты отта оны да жақсылап қуырып аламыз. Дәл осы ретпен турап алған сәбізімізді де салып, оны да жақсылап араластыра отыра қуырып аламыз. Үстінен бір ас қасық томат пастасын саламыз. Томат пастасын бір дана қызанақпен алмастырсаңыздар да болады. Осылай суымызды құйып, келесі кезекте қамырын илеу үшін алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстінен 2 дана жұмыртқамызды салып, және де мұздай тұзды суымызды салып, осылай қолымыздың көмегімен бір келкі қатты қамыр илеп дайындап аламыз. Иленген қамырымызды салафан пакетке салып, 10 немесе 15 минутқа қалдырамыз. Осы ретте біздің салмамыз пісуге дайын қалған кезде үстінен алдын ала турап алған картобымызды және де мен қатырылған болгар бұрышын қосып жібердім. Болгар бұрышы өте ерекше әрі керемет дәм береді. Үстінен дәміне қарай тұзымызды және қалауыңызша укроп қосып, картобымыз піскенше қақпағын жауып, отымыздың астын шамалы басып қоямыз. Біздің қамырымыздың июі қанып, жаюға дайын. Осылай ұн себе отырып, қолымыздың ұшымен, одан кейін осылай жұдырығымызбен баса отырып, тегістеп аламыз. Арасына ұнымызды сеуіп, осылай оқтауымыздың көмегімен жақсылап, орташа қалыңдықта қамырымызды жайып аламыз. Қамырдың мөлшері сіздің отбасыңызға аздық етсе, құрамы бойынша мөлшерін арттырып, сізге қажетті қамырды дайындап алсаңыз болады. Қамырдың тегіс әрі біркелкі жайылуы қамырдың июінің қануына тікелей байланысты. Қамырымызды жайып алғаннан кейін, арасына молырақ ұнымызды сеуіп, бір-бірімен біріктіріп, осылай жалпақтау көлемде барлығын турап аламыз. Алдын ала қайнап тұрған суымызға бір ас қасық тұзымызды салып, оның үстінен қамырымызды салып, 2 немесе 3 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскен қамырымыздың үстінен міндетті түрде мұздай салқын суды құйып жіберуді ұмытпаңыздар. Сонда біздің қамырымыз бір-бірінен ажырап, езілмей өте керемет болып түседі. Піскен қамырымызды осылай ыдысымызға түсіріп алып, үстінен салмасын салып шығамыз. Жасаған тағамым ұнаса, подписация батырмасын басып, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Менің каналымда басқада бір жасағаннан шығатын кереметтей қазақ тіліндегі түрлі видео рецепттері бар. Егер каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, және де өз пікіріңізді жаза кетуді ұмытпаңыз. Мінекей, аздаған уақытта біздің өте керемет әрі тойымды тағамымыз дайын. Осылай тағамымыздың үстінен
көк пиязымызды турап дастарханымызға ұсынсақ болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар. Ал бізге ас болсын.